Баршаңызға сәлем. Бүгін біз өте дәмді, үлпілдек әрі жеңіл шығатын, ортасы жабыспайтын өте дәмді бұлышкелер әзірлейміз. Ал кеттік. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтіміз бен суымызды құйып, үстінен құмшекерімізді, тұзымызды салып араластырамыз. Және де осы кезде ванилинді салып жіберіңіздер. Сосын жұмыртқамызды саламыз, дрожжымызды саламыз және сұйық майды салып араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін ұнымызды салып қамыр илейміз. Қамырымыз қолға жабысқақ болады. Қатты жабысқақ болмау керек. Осыны жылы жерге орап ашығанын күтеміз. Ашуына 10-15 минут қалған кезде осылай тағы бір рет басып қойсаңыздар, қолға жабыспайтын қамыр шығады. Қамырымыз ашыған соң осындай кішкентай дуаларға бөліп, оны оқтаумен жайып, өз қалауларыңыз бойынша әртүрлі қылып бөлішкелер жасасаңыздар болады. Мен осылай бөлішке жасадым. Осының ішіне әртүрлі салмаларыңызды салып жасасаңыздар да болады. Өте дәмді болып шығады. Біздің үйде балалар ішіне салмасын салғанды ұнатпайды. Сол себептен салмай жасадым. Осы бөлішкелерімізді 30 минутқа, 10 минутқа, яғни көтерілгенше тындырып қоямыз. Тынып болғаннан кейін үстіне жұмыртқамызды жағып, әртүрлі күнжіт, мақтарымызды сеуіп, сосын 200 градуста 30-35 минут, яғни пештеріңізге байланысты беті қызарғанша пісіреміз. Бізде мінеки осындай өте әдемі бөлішкелер шықты. Және де осы жерде айтатыным, осы бөлішкемнің бетіне мен сироп жақтым. Ол сиропты қалай жасадым? 1 пиала суға 1 пиала құмшекерді салып, құмшекер ерігенше қайнатамыз. Сосын оны бөлішкелерді алып, сразу ыстық болып тұрған кезде сол сиропты бетіне жағып жіберсеңіздер, осындай жылтырлақ әрі дәмді бөлішкелер шығады. Менің осы рецептім сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар.